Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер өте жеңіл, әрі дәмі тіл үйіретін пайдалы балық сорпасын бірге дайындайтын боламыз. Әрине, ең бірінші балығымызды міндетті түрде қайнаған суға пісіріп алуымыз керек. Сорпаға қажетті құрал жабдықтар барлық үйде табылады. Мен бүгін пшеномен дайындағым келіп отыр. Дайын сорпаға, қайнап піскен сорпаға пшеноны салып, ең алғаш, одан кейін картобын салып, жаймен, және де өте пайдалы сорпаға дәм беретін, ерекше түс беретін сәбізді саламыз. Және жуамызбен чесногымызды. Міне достар, 30 минут ішінде сорпамыз дайын болады. Тамаша сорпамыз пайдалы, фосфорға бай, организмге жеңіл балық сорпасы міндетті түрде дайындаңыздар. Барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді. Құрамы да өте қарапайым, бірақ пайдасы өте зор. Оқырмандарым, қазақша контентті қолдаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыз.